Bu da kızlarla oyun oldu. Zürüs aslında. Farklı komandası жақсы шәкірленген командасы жақсы игрокlarga мен ойлаймын қазір естіген болсаңыз Туркменмен ничего ойнап қайтты. Бұл атлетичный жақсы команда деп ойлаймын. Өздерінің балаларын құттықтаймын. Сондай ұшылармен болельшіктерімізге рахмет айтамын. Аралдамадағымыздың өз майданымызда ойнағанлықта жанкүйерлеріміздің қоғылығы үлкен күш бағышлайды. Бірақ бүгінгі қиын кескін ойында футболшыларымыздың соңғы минутларда концентрациясын тікеуі қандай ләззат алып барды. Замена қылдық, ол көрген болсаңыз, себебі екінші тайм жүдә кейінгі уақытларда ауыр өтті, себебі олар Ферганан Навалға өтті. Мен ойлаймын, центральный нападающий жақсы ойнады, 7-ші номер. Біздерде жүдә көп ошибкалар болды защитада, особенно центральный зонада. Соның себебінен farklı komandasының моментлерін пайда болып бастады. Футболшылар қазір жаратылған тікеніп, Марк Краснов бүгін ойынға қосылды. Бір ассист жаздырды. Марк Краснов кейін ойнада Тикарсонды көреміз бе? Тикар составта ойнауға таяр емес. Бірақ бүгінгі ойынға рахмет айтамын. Маркке кеше өзі келіп менен попроситься етті. 10 минутқа 15 минутқа таярман деп бүгін көрдіңіз. Кірді, бір момент болды, молодец. Отдельно шыққан моментте, бірге шыққан моментте не пожадничал, берді, басты. Осы вратаға Маркқа рахмет айтамын.